Нұр-Сұлтан қаласына алғаш рет келіп отырмын. Соңғы рет бұл қалаға келгенімде ол Астана деп аталған. Нұр-Сұлтан болғалы мұнда не өзгерді дегенге келер болсақ, сол әйнек үйлер, ерсілі-қарсылы көліктер, адамдар, сол бәйтерек. Бірақ бұл қаланың өз қызығы өзінде. Ақмешіт, Түркістан және Сығанақ көшелерінің бойында орналасқан Абу-Даби плазаны 2016 жылы эксплуатацияға бермек болған. Алайда түрлі себептермен оның ашылуын 2019 жылға дейін шегеріп келді. Қазір бұл сауда бизнес орталығының бір бөлігі ашылған. Мен қазір сонда келдім. Ғимараттың іші бос тұр деуге болады. Адам өте аз. Жерде бір шай ішетін жер бар екен, ана жерде біреулер шай ішіп отыр, бірнеше адам. Осындай тұтышы. Айтпақшы, басы даудан арылмады дедім ғой, сөзімді жалғайын. Ғимаратта алдымен оны салатын құрылыс компаниясы салмай тұрып-ақ 2 рет ауысты. Одан кейін құрылысқа атсалысқан түріктің субподряд компаниясы берешегін сұрап шу шығарған болатын. Осыдан бірнеше жыл бұрын өзіміздің құрылысшылар жалақыларына көңілдері толмай наразылық танытты. Қанша рет ғимаратта өрт болды, енді міне Орта Азиядағы ең биік ғимарат болады деп күтіліп отырған Абу-Даби плазаны салушы компанияның бас компаниясы Арабтек Холдинг пандемияға байланысты жабылады деген ақпарат шықты. Бірақ Қазақ Инвест ғимарат уақытында салынып бітеді деп отыр. Негізі бұл объект 1,6 миллиард долларға бағаланған. Міне, біз Абу-Даби плазадан шыққанда уже мынандай ауа райы. Нұр-Сұлтан қаласында ерекше көзге түсетін тағы бір ғимарат Пекин Палас. Бұл Қытай стилінде салынған қонақ үй, ішінде түрлі кеңселер де бар. Үй салғанда қытайлар фэн-шуй ырымына жүгініп, байлық энергиясы жинақталған, сәттілік шақыратын орын деп жатады. Құрылыс компаниясы бұл ғимаратты салғанда да орын таңдауда жіті ойланған тәрізді. Себебі Пекин Палас елорданың тура орталығында, еліміздің маңызды нысандарының тура жанында орналасқан. Қытай ғимаратының айналасында барлық министрліктер, ведомстволар дәл осы ғимараттың іргесінде тұр. Яғни Қазақстанның билік құрылымының ортасында Пекин Палас тұр. Ары қаратай кеттік. Бірде ресейлік қырғыз жігітпен сапарлас болған едім. Ол маған Астана мұз қала деген еді. Ойлап қарасам, расымен әйнек ғимараттар тізбектеліп, ертегідегі мұз патшалығы сияқты көрінеді екен. Оның үстіне қала өте суық, осы жолы менде дәл сондай қар патшайымы ертегісіне түсіп кеткендей сезім болды. Жеке маған мұз қала атауы ұнап қалды. Астананың сәулет құрылысында стиль жоқ дегендерге айтар едім. Бұл қалада стиль бар, ол мұз қала стилі. Егер сізге мұз патшайымы, мұзды өлке, ертегілер ұнайтын болса, Нұр-Сұлтан қаласына келіңіз. Бұл қала сені тәрбиелейді деген еді. Осы қала тұрғыны белгілі блогер, саяхатшы, психолог Динара болады. Айтпақшы, Динарамен кездесу жоспарымда бар, оны алда көре жатарсыздар. Нұр-Сұлтан қаласындағы ерекше үлкен ту. Содан кейін бұл қалада мынандай велосипедтер бар. Бұл велосипедтердің ақшасын төлеп, осы жерден алады да, теуіп, қалаған жерлеріне барып келуге болады, арендаға алуға болады осындай велосипедтерді.
Достар, Астана қаласы басқа қала тұрғындары үшін несімен ерекшеленеді дейтін болсақ, менің ойымша бұл қаладағы жаңа ғимараттар өзінің бір көркін беріп тұрады бұл қалаға. Және басқа Алматы сияқты ыстық қалалардан, жылы қалалардан келген тұрғындар үшін бұл қаланың халқының өңі суық сияқты көрінеді екен. Бізде Алматыда адамдар кішкене жайбырақат, көңілді жүретін сияқты көрінеді. Достар, мен қазір Астанадағы Бәйтеректің жанындамын. Күн өте суық. Бәйтеректі өздеріңіз білесіздер, Астананың символы, бұның маңайында қазір ешкім жоқ. Жалпы Астанаға келгелі көшеде адам көп көрмейсіз. Бір қызық нәрсе, бір жалғыз өзің жүрген сияқтысың. Біз Бәйтеректе жүрміз. Бәйтеректе мынандай сувенирлер бар екен. Символ 1000 теңгеден басталып 35 мың 40 мыңға дейін. Ну, это деревянная, пластиковая такая вот. 1000 даже начинается. Міне, біз Бәйтеректің үстіне келдік. Міне, Астана алақандағыдай. Бәйтеректің ішінде мынандай шағын кафе бар екен, ішінде мороженелар бар. Мақта, сусындар, пончик, мындай нәрселер бар. Фруктовый чай 600 теңгеден екен. Бәйтеректің ішіндегі Бәйтерек. Мынау Бәйтеректің екінші этажы. Біз қазір қаладан 97 метр биіктікте екенбіз. Міне, ана жерде Ақорда. Адамдар жүр мына жерде, бірталай адам жүр, 30 шақты адам жүр деп айтуға болады. Жаңа көрдім, инвалидный коляска қойып қойыпты. Инвалидтерге сонда коляскамен шығаратын көрінеді. Бұлай қызметшілер өте жақсы, қызмет көрсетіп жатыр. Күтіп алып, есіктен кіргізіп, лифтіға отырғызып, сондай. Үстінде шағын кафе бар екен. Жалпы кіру бағасы ересектерге 700 теңге, 5 жастан 15 жасқа дейінгі балаларға 300 теңгеден екен. Біз 2 адам 1400 теңгеге кірдік осында. Астана биік армандардың орындалар мекені, жұлдызы жанған бақыт қос қонған жері. О Астана, алғаш көргеннен өзіңе ғашық еттің мені. Келеді арнағым, себебі баурадың мені. Жайдары жарқын, өзіңе өткерген артаңдар күн. Самалы салқын, жанға жайлы жүрегім Астана, мәңгілікке жасқала. Жадырай жадалайсың, жадасың, мақтанған сенімде.
Мен енді астаналық кішкентай ханшайымның үйіне қонаққа келдім. Сәлем достар, қазір менің қасымда Назифа Нұржан қызы. Назифа Нұрсұлтан қаласының балет академиясының 4-ші курс студенті. Осындай жап-жас, сұлу кішкентай бүлдіршін қызымыз студент. Назифа 9 жаста. Балетпен айналысып жүргеніңе қанша уақыт болды, Назифа? Мен 4 жасынан айналысып жүрмін, 6 жыл өтті. 6 жыл өтті, уже балетпен айналысып жүргеніне 6 жыл болды. Жалпы балет өзі қандай сала, қиын ба? Басында бір 3-4 жыл қиын болады, сосын сен үйреніп кеттің. Жалпы жалыққан жоқсың ба? 6 жыл бойы балетпен айналысып келе жатырсың. Жоқ, мен жалыққан жоқпын, мен әлі өмір бақи айналысам деп ойлаймын. Онлайн оқып жатырсың, иә, сабағыңды? Мектепке барған одан күштірек, өйткені кейде түсінбей қаласың, кейде бір заттар көрінбей қалады, кейде сөздері естілмей қалады. Алдында өздеріңізге айтып кеткендей, әлемнің 30 елін аралаған саяхатшы блогер, Өмірге шексіз ғашық кітабының авторы Динара Болатпен кездесуге келдім. Динара, өмірге шексіз ғашық деген сөзді қайдан ойлап таптың? Бұл жалпы өмірге ғашық деген болатын болса, ол белгілі бір уақыт деген сөзді білдіреді да. Мысалы, ал шексіздік ол еш нәрсеге қарамастан ғашық болу. Яғни сенің өміріңде қиындықтар болуы мүмкін, сен оны жеңіп шығуы мүмкін, қазір өмірге ғашық бола тұру мүмкін, бірақ алдында да шығуы мүмкін. Және енді өмірдің өзі алмалы төкпелі ғой, сондай қазір басыңдағы қиындықтар болуы мүмкін, бірақ соған қарамастан бәрібір өмірді жақсы көру. Ол тек қана бақыт деген түсінік, ол тек қана адаммен байланысты емес, ол мына кең құшақ әлем, мұхит, тау, жан-жануар, жол, аспан, күн, соның өзі үлкен бақыт. Мейлі сен ауырып жат, мейлі сен кедей өмір сүріп жат, қазіргі кезде оның барлығы болашақта өзгертуге болады. Сондықтан ең бастысы өмірге шексіз ғашықтықты жоғалтпау және армандау, әрекет ету. Кәне. Міне мынау дәл мен барып келген Кения, мынау Килиманджаро тауы, Танзания мен екі ортадағы. Мынау ана естеріңізде ма, Кения шайының сыртындағы болатын сурет қой, қалыпты классика. Мынау ағаш акация деп аталады екен. Соның айналасында осы күннің батысын барлығын көрдік қой. Күшті. Күшті. Армандағы жердеші. Дәрі. Армандар орындалады десең. Да, реально. Көріп қуанып отырмын. Ендігі мақсат Нұрсұлтан қаласының көрнекі жері ұлттық музейге балаларымды алып бару. Назарбаев тақта отыр.
бейнелеу өнері залына келдік. Себебі біздің қасымызда мынандай суретші бар, Иман Жүсіп деген. Залында өкінішке қарай реэкспозиция жүріп жатыр дейді. Жабық екен. Қыздың беті жасыл екен. Кәне, мә, расымен адамдардың беттері жасыл екен. Иман Жүсіп кесенелерді көрейін деп жатыр. Осылай. Сонымен Нұр-Сұлтан қаласы несімен әсер қалдырды дейтін болсам, бұл қала сөзсіз патриоттығыңды оятатын символдармен, алып туымен, мен мұндалаған ескерткіштермен, мен сенің қорғаныңмын, атқарушы билігіңмін, маған сен деп тұратын маңызды зәулім ғимараттармен елімнің жүрегі астанасы екенін сезіндім. Иә, бұл қала ызғарлы ауа райымен күтіп алып, қарлы боранымен шығарып салды. Бірақ бұл қалада сергек сана, суық ақыл, жылы жүрек керек. Мемлекетті көркейту үшін осындай мінез қажет. Ал Астана босаңсуға жол бермейді. Бастысы бұл қаладан өз елімнің астанасын сезініп қайттым. Біз Нұр-Сұлтан қаласының әуежайындамыз қазір. Алматы жарқырап тұр. Айкөнай мен Иман Жүсіп курткаларын шешіп тастады.